Ал біздің қоғам қайда бара жатыр? Қыздарымыз тұмшаланып, ерлеріміз есімі белгісіз сахабаларды кумиріне айналдырып, арабшалап сөйлегенді мақтаныш көріп, өздерінің алаяқтардың құрбаны болып отырған сезіп отырған жоқ. Бос уағызға халықты тойдырып жатыр. Халықты ақымақ етіп ұстап отыру үшін үш түр бар: масс-медиа, церковь немесе бізде мешіт, үшіншісі банк. Кім көп теледидар көрсе, кім көп мешітке барса, кім көп кредит алса, сол адам өзін құрбан деп санай берсін деген екен. Биыл бізде 6000 аса мешіт пайда болды дейді. Дамитын елде мешіттер мен церковьтар емес, лабораториялар мен обсерваториялар саны көбейеді. Дамитын елде сапасыз әншілер мен жаттанды қарилар немесе молдалар емес, ғалымдар мен инженерлер көбейеді. Енді айналаңызға сәл бақылап қараңызшы, біз қай бағытта кетіп бара жатырмыз? Бізде жастар кім болуды армандайды? Сирия, Ирак, Йемен, Ауғанстанға ма, немесе Жапония, Оңтүстік Корея, Европа бағытына кетіп бара жатырмыз ба? Арғы өмірді аңсайтындар адамдар саны артып келе жатыр ма, немесе осы өмірді көріп кеткісі келетін адамдар саны артып келе жатыр ма? Жауапты өздеріңіз табасыздар. Жетінші эгоистік деңгейге көтерілу үшін ғылымды таңдау керек екен айтпай-ақ белгілі. Насихатты қойып, ақиқатын барынша айтуға тырыстым. Магияға сүйенбей, мәліметтер беруге тырыстым. Қоғамымызда стандартпен қалған жастардың санын азайтып, нестандартты ойлайтын жастардың санын көбейту үшін ғылым мен білімге күш салайық. Қош, сау болыңыздар.